Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бір жасағаннан дәмі өте керемет болып шығатын пирог с меренгой жасайтын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен бізге керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Өрік және мейізіміздің үстінен жылы қызыл шайымызды қойып, 4-6 сағатқа жібітіп қоямыз. Жібіген мейізімізді және өрігімізді майдалап, турап шығамыз. Жаңғағымызды осылай турасақ та болады және блендермен езіп алсақ та болады. Енді қызып тұрған табамызға жаңғағымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Дайын өнімдерімізді бір ыдысқа салып, үстінен балымызды құямыз және де жақсылап бір келкі масса болғанша араластырамыз. Міне, бізде осындай масса дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін дайын қамырымызды осылай жайып аламыз. Қатты жұқа қылудың қажеті жоқ. Орташа болса да жеткілікті. Осылай әсемдеп салып, жан жақтарын вилкамен осылай әсемдеп шығамыз. Дайын салмамызды саламыз және де бір тегіс болғанша тегістеп шығамыз. «180-200 градуста қызып тұрған пешімізге 15 минутқа пісіреміз. Ендігі кезекте бетіне ақуызын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге ақуыз қажет. Жақсылап ақ көпіршікке айналғанша миксерлейміз. Ақ көпіршікке айналған кезде қантымызды аз-аздан қосып отырып, тағы 7-10 минут аралығында жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің пирогымыз дайын болды. Енді үстінен ақуызымызды салып, жақсылап бір тегіс болғанша әсемдеп шығамыз. Және де қайта пешімізге салып, 7-10 минут аралығында беті қызарып, піскенше салып аламыз. Міне, біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйлеріңізде қонақ күтетін болсаңыздар да жасауға кеңес беремін.